Қош келдіңіздер, бұл 360 қазақ каскадерлік клубы. Жалпы баршаларыңызға білетіндер бар, білмейтіндер бар, өз-өзімізді қысқаша таныстыра кететін болсақ, біз Шымкент қаласында ашылған алғашқы каскадерлік клубпыз. Атауы 360 градус. 360 градус деп қойған себебіміз 360 градус кеңістікті бір шарлап өтеді. Яғни бізде барлық өнермен, барлық жақпен байланыста болу, барлық өнерді меңгеру деген мағынаны білдіреді. Біздің қаламызда қазір көптеген талантты жастар бар. Әрине, олардың барлығына орта керек, сондай бір ортаны қалыптастыру мақсатында жасадық. 8-ші корпус. Бізге басты қойылатын екі сұрақ. Негізі сериалда бірінші орысша бастаған едік, озвучка орысша стильде. Бұрында болатын еді бір киноларда, мысалы Джеки Чан киноларында бір ғана адам озвучить етеді. Бір сол стильді біз өзіміз алып келгіміз келді. Ал екінші себеп ол бізде тек қана бір ғана камера болды. Оны профессиональный звук басатын аппараттар болған жоқ, тіпті петлички де болған жоқ. Содан кейін біз артын осылай жауып жібереміз деп ойладық. Енді бір жағынан жаңа стиль, бір жағынан бізде аппараттар жоқ. Жоқтан бар қылып жасай берейік пока. Әрине, кез келген нәрсені баста өте қиын. Дәл сондай біздің де үлкен қиындықтарымыз болды. Менің өзім бұрын ондай үлкен өнермен айналысып көрмедім. Мен өзім бұрын үлкен бір бизнеспен айналыспадым. Барлығында біз тәуекелмен жасадық деп айтсақ болады. Негізі 8-ші корпус бұл 90% өмірден алынған. Бұл өзім өмірінен алынған. На реальных событиях көрсеңіздер, әрбір жерінде енді бір өздеріңіз мағына таба аласыздар деген үміттемін. 4 серияны көрем, халыққа ұнап жатады, бірақ өзім көңілімнен шықпайды. Мысалға, мынандай нәрсе болды. Менің фантазиямда бір ресторанда сол локацияны қолданғым келеді. Сол локацияға барған кезде, мысалға, осы локация сол сюжетке әдемі келіп тұр. Бірақ ол локация тұрады, бір сағаты бізде 10 мың теңге. Біз күлеміз, біз 10 мың теңгенің соның жартысына біз бір киноны, бір сериал түсіріп жүрміз. Содан кейін қой берем, мына жақта түсіре салайық деген сияқты, бір далада түсіре саламыз. Ең басты бір өзімнің мақсатым болды. Төбелестерін кәсіби деңгейде көрсету. Соның бірінші сериясынан осы 5-ші серияға дейінгі төбелестердің барлығында бір өзіндік бір эволюциясы бар. Әрқайсысына әртүрлі өзгеріп отырған. Оның өзі біз өзіміз үшін бір үлкен бір жетістік болды. Қазір сіздерге 1-ші мен 4-ші арасында сериалды қысқа нұсқа көрсетіп шығамыз. Содан кейін біз өзіміздің 5-ші серияны көрсетеміз, ол финалдық бөлім. Біз 4-ші серияны бітіргеннен кейін, біз 5-ші серияға өзім бала кездегі арман, бұл барлық осы қатысушылардың арманы деп ойлаймын. Осы кинотеатрдан өзімді бір көрсетсе, киноңды көрсететін болса, сол арманмен біз Әділет ағамен жолықтық, осы Пиксель кинотеатрының қызметкерлерімен. Бізге жоқ демеді, бізге қуана келісті. Жігіттер, сендерге ризам, қолдау білдіріп, осындай Әділет аға үлкен рахмет айтамын. Соның қасында барлық ағаларға сол 4-ші серия біткеннен кейін біз ойладық. Енді 5-ші серия үлкен бір кинотеатрда болған соң, әжептәуір қаражат керек. Серьезно кірісіп, мүмкін кредит аламыз, мүмкін бір соткілерді сатып болсын, қаражат бөлейік. Өйткені біз кинотеатрда көрсетеміз деген сияқты, қонақтар шақырамыз. Солай жүрген кезде бізге сол дәлме-дәл сол кезде бізге Еркебұлан аға жолықты. Біздің сөзімізді түсініп, бізге қолдау көрсетіп, осылай біздің продюсеріміз болып, біздің киноны түсіріп беруге келісіп, алдағы уақытта да басқа да проекттермен жұмыс жасауға келісіп, біз өзімізде қатты қуандық. Ең бірінші ойымызға келген нәрсе сол 1,5 жылдың ішіндегі өткерген қиындықтар бірінші кезде ойымызға келді. Осының барлығына шыдамағанда бізге осындай бір кісі кездеспейтін еді ғой деген сияқты бір ойлар болды. Солардың барлығына жаңағы қаншама кеткен маңдай тердің барлығында Құдай соның бәрін біліп бізге міне осындай ары қарай нәтижесін беріп отыр. Соған біз қатты қуанып отырмыз. Сол съемка барысында қызмет еткен ағаларыма, Сұлтан аға, Аман аға, Асыл аға, барша біздің ағаларымызға үлкен рахмет. Сол басынан келе жатқан Досекең, Ерсұлтан бауырларымызға. Негізі атап айта берсек көп, цирктен қандай үлкен қолдау келді бізге. Масат аға, рахмет. Сол ағаларымыздың алмасы
қазір біреуін айтсаң біреуі шықпай тұр ғой. Жалпы барша ағаларымызға үлкен рахмет, бізге қолдау көрсеткен. Құдай қаласа осындай жетістіктеріңізбен сіздерді қуанта береміз. Апайларымыз, ағаларымыз, енді әуелі Алла, сосын ата-анамыз, сосын осы сіздердің арқаларыңыз, Құдай қаласа алдағы уақытта біз енді бұдан да күшті дүниелер күтесіздер деген үміттеміз. Менің мақсатым өздерін тәрбиелейтін, бір-бірін тәрбиелейтін, бір-біріне алға қарай жігерлендіретін орта болған қаладым. Сондай бір отбасы болған қаладым. 360 бұл үлкен отбасы, бұл жақта барлық нәрсені таба аласыздар. Режиссер болғыңыз келсе де, сценарист болғыңыз келсе де, және каскадер, актер. Тіпті бұл киноның саундтрегін өзіміз жаздық, Vibe Records'ың қолдауымен біз үлкен отбасымыз. Шымкент қаласында осындай үлкен орта бар. Бұл жақта өзіңді шыңдап, өзіңнің армандарыңды орындай алатын. Бұл әлі басы, алдағы уақытта бізден жақсы дүниелер күте беріңіздер. Жақсы көрсетілім болсын, сіздерге ұнайды деген үміттеміз. Құдай қаласа, жақсы кештерде жолыққанша деп тойды айтады ғой, брат, Ал қазір жақсы көрілім болсын. Баршаларыңызға рахмет, келгендеріңізге Құдай қаласа сіздерге ұнайды деген үміттеміз. Рахмет.